бойдақтығын айтамыз амал қанша, тал бойынан тарыдай мен таба алмай. Енді мынаумен қалай сөйлесемін, бір духи әперуге жарамайды. Құрық ұзын атбегі тұрған кезде плотниктің шегесін нәғыласың. Ешкімі жоқ деп қалай айталасың, асқарым тұрған кезде қылшылдаған. Ига-га-ига. Созғандарға тұр екен толмай көңіл, бізді де шығыстағы қолдайды өңір. Екі жұп бір-біріне шапан жапты, көңілі бір-біріне болмай темір. Біздерде жабатұғын ештеңе жоқ, жаңбыр жауып кетпесе болдай төвір. Әгейгәгім, әгейгәгім. Бісміллә бере көрші тілгі аллам нәр, тілімде балшырынан тұнған дәм бар. Алтын бесік алтайым аманбысың, күл алаш бой түзеген тұлғаңнан нар. Тауларыңа қарасам заңғар биік, тек қана төбесінен күн бағдарлар. Сол биіктен түлеген оралғаның, қырандай қанат қаққан шыңнан заңғар. Қапталың қарағайлы қалың орман, баурайың әсем бақша гүлзар баулар. Арудың жанарындай мөлдіреген, қара көлдің түбінде кіл маржан бар. Осындай сұлулыққа таңдай қағып, көзімен көрген сірә кімді арман бар. Армысыңдар таулары заңғар биік, талғамы таудан биік, тыңдармандар. Әгейгәгім, әгейгәгім, мақтанғып қол бастаған бабаларды, ақтардық сөз бастаған даналарды. Алтайым алтын бесік бір өзіңсің, түркілер кіндігіңнен тарағанды. Қарағанды шәрінен атқа қондым, қыздырсам деп бүгінгі аламанды. Сізде туып біз жақта еңбек еткен, айтайын кіл қатепті қаранарды. Облысыма әкім боп Камалдиндей, Майемерде туылған аға барды. Базар мамыр қыздырып базарымды, еңбегі Сарыарқада бағаланды. Тілге тиек етпесем айып болар, қылаң бақы жаныптай абаданды. Қазақ күресінен ең тұңғыш спорт шебер, кілемде ұстамаған жан адамды. Біздің елде оқыды, еңбек етті, жаттықты талайлардан дараланды. Ассалаумағалейкум құшақтадым, Қаратай еліндегі әр адамды. Құшағыңа басқайсың сен де мені, Сарыарқадан әкелдім саған әнді. Қарағайлы қатонға сәлем айтты, Қаратай бабаң жатқан Қарағанды. Әгейгәгім, әгейгәгім. Алдыңда отбасақта балапан боп, ел отыр Алтай болып, Алатау боп. Жел күшейіп кетті ғой біз шыққанда, оны да қажетіме жаратам кеп. Жел соққанға қарамай қолды соғып, ағайын шатырласын алақан көп. Жел әдейі тұрған ғой осы тойдың, дабысын алталашқа таратам деп. Әгейгәгім, әгейгәгім. Сен келдің кеуделерге гүл тағардай, мен келдім қырдан қызыл түлкі алардай.
Жайықтың жан саясы аманбысың, көңілі жаңа жауған ұлпа қардай. Бойдақтығын неге айта береді деп, көрермен мына бізге сын тағардай. Біз жалпы жетіскеннен айтпаймыз ғой, ойда қалып қоймасын жұрт анандай. Сұлулығы Алтайдың дәл өзіндей, бір қараса байланып тіл қалардай. Ақындығы ақтаннан аумай қалған, жүзінен нұр тілінен жыр тамардай. Ән салса елеп екіп Рамазандай, бойыңды шымырлатар шырқағандай. Қалжың айтса баламер атамсынды, езуіңе қалмайды күлкөр алмай. Сондықтан мұндай сәтте біз байғұсқа түсініп қарас екен жұрт алармай. Бойдақтығын айтамыз амал қанша, тал бойынан тарыдай мін таба алмай. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Себебі біз айтпаймыз жалған дерек, осы жағын жақсылап талдау керек. Жайықтың жан саясын жарғылам деп, талпынып талай жігіт армандап ед. Бұл бірақ біреуінде көз күлмеді, болған соң талап бөлек, талған бөлек. Сол жансая аулыңа келді ағайын, мүмкіндікті жіберіп алмау керек. Өзі келіп тұрғанда келін қып қал, кеткеннен соң өкініп қалмау керек. Сәкен құсап 5 миллион бермесең де, қалың малын жақсылап қамдау керек. Арасын шығыс пенен батыстың екі арасын, осылай құдалықпен жалғау керек. Қысқасы жансаяны алып келдік, жанына сая болар жан бар ма деп. Бәрінің қанын ішкен мына қызға, бұғының қанын ішкен шал бар ма деп. Әгейгәгім, әгейгәгім. Талайдың айналса да арманына, ешкімнің ілікпеттеп қармағына. Жарнама жасап отқан жансаяға, не дейін дидар дейтін балдарыңа. Келін боп қалып жатсаң осы ауылға, бал жағып жейсің дейді бармағыңа. Теңімді тауып жатса қарсыласпай, өзім-ақ қуанарем қалғаныма. Бұл бірақ қоспақшы екен жансаяны, бұғының қанын ішкен шалдарыңа. Құтыртпай отырсайшы аталарды, еліктей қыз шыққанда алдарына. Онсыз да бір екеуін қарап қалдым, әлақтап қарап жүрген жан-жағына. Байғұстар шыныменен үміттеніп, тезірек бітсе екен деп шаруамына. Жүрмесін айтыстан соң, жүгіріп айтыстан соң артымыздан, сүрініп құламасын шалбарына. Игагай-гай, игагай, игагай-гоу, игагай. Дидаржан керегесі кең боп тұрсың, тұлпардай төрт тұяғы тең боп тұрсың. Жансая жұрттың қанын ішеді деп, несіне ағыл тегіл тер боп тұрсың. Мен ішсем тек дидардың қанын ішем. Шыдаған барлығына ер боп тұрсың, өйткені сенің қаның ең тәтті қан. Жүйкеме кәдімгідей ем боп тұрсың. Мүйізің болмаса да сақалың бар, әзірге менің бұғым сен боп тұрсың. Игагай-гау, игагай, игагай-гоу, игагай.
жаныңды келмей қалай жаралайын. Алла деп алдарыңа шығып тұрмын, сайыстан сүрінбейтін сарадайын. Екі күн ерте келді ауылыңа, ендеше тау тасыңды аралайын. Нұрбайы вақтандардың топырағында қалайша тартысуға жарамайын. Оралған бөкейіптің алтайының ауасын жұтып бойға нәр алайын. Бір кездер осы жерде туып өсіп, Қалихан асыр сапты баладайын. Сөзбенен сурет салған Дидахметтің қалайша төңірегіне қарамайын. Бөлек жер деп естібек табиғаты қалмайтын. Жел өтінде дара қайың. Шырайлы шығысыма алып ұшып, батыстан келіп тұрмын нарағайын. Армысың жақсылармен жайсаңдарым, бармысың Алтай қатон қарағайым. Игагайга, игагай, игагайго, игагай. Ей бала, тірлікте жақсы бәрін көріп қалған, не пайда үйден шықпай торыққаннан. Жақында Францияда айтыс өтіп, өлеңін қырғыз қазақ төгіп барған. Бір едің төрт ақынның біздің елден Аманжол ағамызға еріп барған. Парижім құшақ жайып қарсы алыпты, отырдық Фейсбуктен көріп қарғам. Өнер деп жүрген ұлсын, ұлт өнерін дәріптеу керектігін мол ұққаннан. Концертте алпамысты орындапсың, аман-сау оралатын жорықтардан. Сол кезде еңіреп бір кемпір тұрды, 85-90-дағы шөгіп қалған. Не болды деп сұраса жұрт, қасындағы көзінің жасын сүртіп толып қалған. Күшті екен депті, сонда ұстап тұрып жүрегін қатты соғып қалған. Сен сөйтсек француздың кемпірінің даусыңды тыңдап біраз оңып қалған. Күйеуін еске салып жіберіпсің, баяғыда бір соғыста өліп қалған. Игагайга, игагай, игагайго, игагай. Парижім жер емес дейді алалайтын, Эйфелім атын тіпті даралайтын. Қуанып аттандың ба Лувр дейтін музейді сәт туғанда аралайтын. Жерлерді көрдіңіздер, біз көрмеген бренді көп деп әлем бағалайтын. Версачи, Коко, Шанель, Диорлардың алыстан сезілуші еді самалайқын. Айтыста арулар аз ойладық қой сіздер деп мына бізді аялайтын. Базарлық күттік сосын 5 ақыннан, ақындар жан емес деп жаралайтын. Ал сендер футбол қарап мәз-майрам боп қуанып доп көргенге баладайтын. Біреуің Барса, біреуің Реал фан боп киіп ап стадионда қарамайкын. Қайттыңдар бізге сынық кәмпит алмай. Көңілді жансыңдар-ау жаралайтын. Ағайын тілеу ханып, ағам айтқан бір сөздер келіп отыр санамайқын. Мен енді мынаумен қалай сөйлесемін, бір духи әперуге жарамайтын. Игагай-гай, игагай, игагай-го, игагай. Францияның айтыс қылса құт төрінде, ЮНЕСКО арт өнерді құп көруде. Жусанның исі бар деп жырларында, жиналды бізді қандас жұрт көруге. Алпамыс пен рух бердім қазақтарға, туған жерін сағынған сырт көңірде. Парижден келіп тұрып мына бізге, жарамадың деймісің түк беруге. Біз базар аралауға барған жоқпыз, сұлуым сонша сыйлық күткеніңне. Парижге барып келдік айналайын, дух
рухиын алуға емес, дух беруге әгигәгім, әгигәгім, ай. Мынаған қаятырдың атын айды, Диор мен Шанелді айтып шатын айды. Көзіңе елестетіп тұрсың бәлде, саяхатшы Михлуко Маклайды. Сен әдейі Қатонға алып келдім, бұл дидар бәрін баппен бақылайды. Хош үйістің отаны осында ғой, шығыстың қылған елге атын әйгі. Алтайдың астырасын бір искесең, хош иісі саған сол сәтін айды. Райхан гүлін искесең таңдай қағып, аузыңды ашып айтарсың апырайды. Алтын домбыра алған қыз білем екен, алтын тамыр дегеннің аты жайлы. Көкем арал тұрғанда жұпараң қып, Коко Шанель баурамас ақыл ойды. Бұлардан артық қандай парфюм керек, Жансая көзің неге бақырайды. Алтайдың флорасына Шанель түгіл, әлемнің әтірлері татымайды. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Көрсетіп қамиыптың жанынан бой, француз кемпір жыласа мәні бар ғой. Сөзін түсінбесе де алпамыстың жырларын жүрегіне дарыған ғой. Сенің оған күлетін жөнің жоғау, керісінше ол кемпірдің бағы бар ғой. Әйтеуір мына саған қарағанда, өлсе де сағынатын шалы бар ғой. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Дәл бүгін менің бұғым сен дейсің бе? Қанымды ішіп жаныңды емдейсің бе? Қанышермен қалайша жұптақ қойдың, аман жол ағамаған өл дейсің бе? Бұғының қанын ішкен қыз көрмеппін, ағайын сенесің бе, сенбейсің бе? Қарағым қанға неге құмар болдың, әлде ішіп тұрмасаң шөлдейсің бе? Бұғылардың қуаты мықты болады, көңілді сол жағына бөлмейсің бе? Осы елден өз бұғыңды тауып алып, Қатонға келім болып келмейсің бе? Адам болып ішкенше қызылғанын, марал болып қызығын көрмейсің бе? Әгигәгім, әгигәгім, ай. Десемде тақияңа тар келмейді, деп отыр талғамыма шал келмейді. Жастау біреу болмаса шалбарына шалынған шалшауқанға мән бермейді. Онда жігіт табыңдар Жансаяға, тек жастардың жалыны жан демдейді. Айтпақшы әлжуаз біреу емес, азамат болу керек сәл деңгейлі. Өйткені Жансаяны білесіздер, айтыста ешбір еркек жан жеңбейді. Қатонда небір мықты жігіттер бар, аңыз деп тасқа шығып тау көрлейді. Қабанды да құлатып қақмаңдайдан, аюды аса мықты аң көрмейді. Батыр жігіт болмаса дәл осындай, басқасы мына қызға дәл келмейді. Аю ұстап үйренген біреу керек, әйтпесе анау мынауға әл бермейді. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Отау боп жағасың деп қашан отты, деп жүрме Дидар әбден шаша қартты. Аңшының керегі жоқ дейсің бәлде, алса да аю түгіл насар оқты. Самолет өтіп кетсін, тосып тұрмын, дауысы шығады екен аса қатты. Айтпақшы Асқар дейтін бір жігіт бар, тәрбиеге салатын нашар атты. Қатонның атбегісі құрық салып, бағындырып жүретін асауатты. Аттары қара торғай мақпал дейтін, дүбірлетіп жүреді осалапты.
Ол өзі әлі күнге бойдақ екен, бойын әркез қыздардан тасалапты. Босағадан ақ келін аттатуға ат баптаудан қолдары босамапты. Негізі сенің теңің осы жігіт, жасайтын күтімменен аса бапты. Күндіз алып жүйріктің ащы терін аламан дүбірлерге қосадатты. Содан соң сенің ащы теріңді алар, таңғалмаңыз қарқыны босағатты. Сондықтан шанс келіп тұрған кезде көп ойланбай шешімді жаса нақты. Асау қызға дәл сендей бас білдіру Асқарға қиын болмас аса қатты. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Шалдарға тимеймін деп айтып едім, негізі дұрыс қой деп бұл ақылың. Одан соң Асқар дейтін біреуді айттың. Бұл елде атбегілік қылатұғын. Ол өзі үйленгісі келемекен, қыздардан жан емес пе ығатұғын. Атымды ести салып қашпайды ма үстіне мініп әліп бір атының. Қашса да қуып жетіп әкеліңдер, кез келтеп шаңырағыңды құратұғын. Әйтеуір қолымызға ұстатыңдар, көрейік ар жағында не шығатынын. Атбегің шыныменен мықты болса, қауқары басылмаған қуатының, көрсетсін оңашада асау атты, оп-оңай қалай бағындыратынын. Игагай гау, игагай, игагай гоу, игагай. Ей бала, сонша ақыл айтатындай кімсің маған? Бос сөзге бара берме былшылдаған. Өлсе де сағынатын шалы бар деп, үлгетіп бірген бірді тұрсың маған. Сен оңбай қателестің осы жерден, ендеше жаңалықты білсін далам. Мен қазір бұрынғыдай емеспін ғой, іздеуге сыңарымды құлшынбаған. Сағынар адамды да таптым өзі, айтпашы өлгендеріңді құрсын маған. Ешкімі жоқ деп қалай айталасың, Асқарым тұрған кезде қылшылдаған. Игагай гау, игагай, игагай гоу, игагай. Ақындар арнап жатыр толғамдарын, бұл жақтың айтып басқа қонған бағын. Алтайым менің қатон, қарағайым келгенше тарихыңның шолған бәрін. Білеміз осы өлкеде австриялық тұтқындар салып кеткен жолдар барын. Сапалы балдың дәмін татып көрдік, талайдың саулығына болған дәрің. Рахман қайнарында минералды адамдар ұмытады тоңғандарын. Мәдени маңызы бар ескерткішің атақты берелдегі қорғандарың. Туристер мақтанышпен айтып жүрет шыңында Билуханың болғандарын. Мемлекет мақтанышы әйгілі ұлттық паркіңде түрлі құспен толдаңдарын. Жол түсіп келгеніме өкінбеймін, қонақжай елдің көрдім қолдауларын. Бұйырса мекендейін деп тұрмын ғой, қатонның қарағайлы ормандарын. Игагай гау, игагай, игагай гоу, игагай. Ағайын айтқаныма нан басым ба, шығамын күш жүгерім бардашынға. Қатонға барамын деп айтқанымда достарым шошып кетті алғашында. Бұл жақта аю бар деп естіген ғой, жүретін емін еркін тау басында. Жеп қояр құрсын тыныш отыршы деп айналды жіберместен жарма суға.
туғалы алған беттен қайтпай тұғын Жансая барам десе бармасын ба? Келгенде дидар шықты қарсы алдымнан айтыстың бірге жүрген арнасында. Монтыйған сөпсүйкімді жігіт қой бұл, қорбаңдап жүретұғын ауласында. Кешігіп барадылғи қайда барсын, не дейік тәтті ұйқысы қамбасылға. Фотоға түсіріңдерш ағайындар, достарым сұрайды ғой барғасында. Қандай аң көрдің десе қысылмастан, көрдім деп қар барысын пандасында. Ештеңе жоқ деп айтып қорқатындай, фотоны берем мін жоқ таңбасында. Сол кезде көрсін кісі жеп білмейтін, қонжықтың отырғанын дәл қасымда. Игагай-гау, игагай, игагай-гау, игагай. Көрейін сұрақ қойып қарашаға, Жансая Асқар менен жарасама. Мен бұны көнбейме деп қорқып отсам, бұл оны шақырып тұр оңашаға. Жансая адал болсаң жарың ашын, келіншек боп шығасың бағы басым. Қалай бағындыратынын көрсетсін дейді, бас білдірсе өзің ақ бағынасың. Мақсатқа плотник керек деп жүрушең, дәл бүгін ол ойыңнан арыласың. Құрық ұзын атбегі тұрған кезде, плотниктің шегесін нәғыласың. Әгейгәгім, әгейгәгім, жамба деп ойлап отсам талғамы бар. Адамды теңей берді-ау аңға бұлар. Бағана бұғысың деп бастап еді, енді кеп қонжықсың дейді балға құмар. Қайдан бойдақ жүрмейді бұл Жансая, қақшаңдаған қыз болса қанға құмар. Еркектермен кездессе адам емес, көзіне елестесе жан жануар. Әгейгәгім, әгейгәгім, құптамай қатон жаққа жорықтаса, жолдастарың деп таю жолықпаса, достарың сені қатты танымайдау, бойыңнан нәзіктікті көріп таса. Жансая сені жақсы білеміз ғой, болады жақындарың торықпаса. Батыстың батыр қызы емес бедің, қоймайтын жыртқыштарды көріп қаша. Сен аюдан қорқады дей алмаймын, керісінше аю сенен қорықпаса. Сондықтан Жансаяға сақ болыңдар, көздеріңнен кетпесін болып таса. Ағайын негізі жағдай қиын болады, бұл тауға шығатындай болып баса. Асқарып Әлбек ағам жазатындай, Карабиха жағына барып баса. Бір кездегі Оралхан ағалардай, аюлармен бетпе-бет келіп баса. Әйтеуір ескертпеді демеңіздер, аңдарға қауіп қатер төніп қаса. Жансаяны көргенде аюлардың жүректері жарылып өліп қаса. Әгейгәгім, әгейгәгім, қармағын бір еркектің қапсаң болды, сол үйдің ошақ отын жақсаң болды. Асқар болсын әйтеуір басқа болсын, өмірде өз теңіңді тапсаң болды. Қатонға қаламын деп жатырсың ғой, ел жұртының көңілін тапсаң болды. Ол үшін жақ табу үшін ауылдың шаруасына жүгірту керек болады шапшаң қолды. Қатонның тіліменен айтқан кезде жонға айдап малдарын бақсаң болды. Ағашты да аралап чербекпенен, чалғынды тартпаменен чапсаң болды. Ауылдың шаруасы оңай болмайды,
Жақсы ғой ел көңіліне тапсаң жолды, бірақ та шаршағанды ұмытасың, қарағайдың чайырын татсаң болды. Пахомовты көзге атқан Балтабайдай батыр жоян ұлдарды тапсаң болды. Ең бастысы енең мен күйеуіңе деп басың дизеп отсаң болды. Әгигәгім, әгигәгім, жансаям сәл ибалым, сәл бұзығым, бойдағы азаймасын қан қызуың. Алағайын құрғалмай мына қыздың, саусағына келін қып сал жүзігін. Осы елде Аманжандай атамыз бар, өткізген бастан талай мәнді жылын. Ол кісі Аманжанның прототипі, Оралхан атам жазған қарғызының. Қолынан өнер тамған Бақтинаже, аналардың көтерген арлы жүгін. Күйеуің мен жансая жарасып қал, өмірдің көре берген бар қызығын. Осынау ата-жеңнің жолын беріп, жарыңмен жазылмасын мәңгі жұбың. Әгигәгім, әгигәгім, Ей дүние-ай, сен неге мені көрсең түнерерсің? Қалың ел әзіліңе күле берсін. Жүрегін жарат дейді, аюлардың тау жаққа шығып жатса бұл егершін. Қорықпа ешқайсына тиіспеймін, сен құсап олардаман жүре берсін. Аюды өлтіруге болмайтынын бұл жақта тұрып жатқан біледелшін. Сөзіңді натыс парық естіп қалып, тексерсе тығырыққа тірелерсің. Құрысын пәлесінен аулақ отыр, заңдарды білмей неге шіренерсің. Айтысқа келгенімізде алып ұшып, айып бұл арқалатып жіберерсің. Игагай, 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 игагай. Қоғадай айналаны жапырдың ғой, жапырып шабытыңды шақырдың ғой. Плотникті еске салып, мақсат қайтқан, сен мені қалың ойға батырдың ғой. Сол кезде кездесуге шықпадым деп, өкініп талай таңды атырдым ғой. Құрығы ұзындау деп біздікінің, екеуін салыстырып қатырдың ғой. Ренжіме құрықты өлшеп тұра алмаймын, шаруам тез бітсе екен деп қапылдым ғой. Бұдан да айырылып қап жүрермін, онсыз да таңдағанның пәленбай жыл зардабын шегіп келе жатырмын ғой. Бастысы құрығы болса болды, ең бастысы келісіп бәріне де отырмын ғой. Келісіп бәріне де отырмын ғой. Мен байғұс барға шүкір қылу жайлы, енденді түсініп келе жатырмын ғой. Игагай, 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 игагай. Ағайындар, құтты болсын тойыңыз. Жасап жатсың, артқа тастап лайығыз. Жылдат жетіп табысқа, атын кетіп алысқа, жасай берсін қатон қарағайымыз. Тарихың бар тасқа қашап оятын, ақындарың жырдан мүсін қоятын. Сүріп жатқан тәтті өмір, тұрғындарың ақ көңіл, мейманына жалғыз атын соятын. Батырларыңның ұмтылмайды есімі, билеріңнің өзгермейді кесімі. Құшақ жайып кел дейді, бар қазақты тербейді, Алтай түркі әлемінің бесігі. Тауларың тұр аспан менен жолығып, маралдарың қалар мекен көрініп. Жақсылығын жар салып, рахат дейді тамсанып, доқтыр
ормаңа келген жандар шомылып, Дидар Қами ақын едің арқалы, мықтылармен айқасардай бар халі, бауырымсың сыйласқан қоштасайын қимастан, сақалыңның қымбат маған әр талы. Қарамашы кинодағы бандитти, жамандығым жоқ өзіңе сәл титтей. Ақын дейтін сақтатты, жырларың бар тәп-тәтті, Қарағанды жақтан шыққан кәмпиттей. Сері де сен, сұлтан да сен, салда сен, мықтылардың сара жолын жалға сен. Сонша күшті кісімен, мың ақынның ішінен, өзің менен айтысуға талмасем. Ағайындар алға жүзсе кемеңіз, қолдау беріп қиқо салып демеңіз. Аттанайық осымен, жырдың қалмай көшінен, финалға өтсек қайта айналып келеміз. Қошемет ардақты ағайын. Екі ақынға бір тамаша қыз бен жігіттің айтысы болды деп ойлаймын. Дидар, бір шумақ айтам деймі? Ал айта қой. Жақсы ғой, өнеріміз бағаланған, қалың ел тыңдап отса қалап алдан. Жүйріктер келіп жатыр, естідіңдер, мәреге алды болып дараланған. Біздің де айтыс жатыр ғой, аяқталып, пәрмен келіп тұрған соң ағалардан. Ағайын білесіздер, шын жүйріктер осылай қатар келеді аламаннан. Қошемет ардақты ағайын. Қыз бен жігіттің бір тамаша жарасымды айтысы болды деп ойлаймын. Ал қазылар алқасы екі ақынның ұпайын берейік. Бұл айтысты бастаған Қарорман Қарағандыдан келген ақын Дидар Қамиевтің ұпайы. Түгел 10. Дидармен айтысқан Жансая Мусинаның ұпайы. Түгел 10. Алқалы әлеумет айтысымызды жалғастыра.